Бәріңізге сәлем достар, сіздермен мен бүгін Clasher.kz арнасы және 13-ші регион кланы. Бүгін мен сол кланда қонақтамын. Достар, бұл кланда біле шығарсыздар, ал білмейтіндерге айтарым, топовый клан, КВЖ-ның мощь жалпы. Сол, өте керемет кланда жалпы. Жігіттерде активный, қонақ жайлы деген сияқты. Бақтиярға рахмет айтқым келеді. Сосын Головасы Сапар, Чингабай, Руслан KZ-ге, содан тағы да балалар бар. Ұмыт кетсем кешірім сұраймын, енді астыда да бар шығар. Сол, рахмет дейін бет. Ал біз ходвайне кіретін болса, онда өте керемет, жиыныс бұл, онда өте керемет та жалпы. Бұл жерде класс статистика жазылып тұр. Описаниясында 152 победа, 24 поражение, 4 ничья. Өте керемет результат деп ойлаймын бұл кланға, себебі, в общем, керемет. Осын Суперстар компаниясына өте жыным қайнап жүр мен, себебі оны енді ойнауға вообще желание құрып кетті да, мен кейде желание құрып кетеді. Сол, мен ана группада саған болатынмын, неде мен ТХ9 өзім прокатчикам, жайды, мына жер керек. Бұл жерде көріп тұрғанда ТХ9, енді ТХ8 фул прокатчика жалпы. Ал енді орекендер шыққан ғой, рандомный. Бұдан кейін шпионтте бассақ, бұнда ТХ7, бұл не мәзақ ба, енді бір бәлешар енді. Мен өзім ТХ9 против ТХ10 фулға ойлаңыздаршы, инферносы 3, екеуі арбалеттері 4-ші уровень үшеуі сол бәле болды. Группаға да салған болатын, группада бір бала салды, тоже ТХ8 против ТХ11-ге олы башы мазақ. Так, енді біз атакаларға келейік. Бұл жерде өткен қывадан бір атаканы көрсетші берейін. ТХ10 фулды қалай құлатқаны туралы. Бұл жерде Нусик ТХ10 фулды құртады. Өзі ТХ10, жалпы мұна жерде героймен Крет королевамен ортаға заборды сындырды бомбермен, одан кейін мұна жерде Мониямен және землетрясениемен адская башняны сындырды. Одан кейін королева ішке кірді, мұна жерде екі арбалет жезін кетіп сай жалдап жатыр. Одан кейін ярыс лақтырды, жезінің көбейту үшін бір арбалет кетті. X-Bow дейді ғой арбалетте, жалпы ағылшынша. Бұл жерде королеву әлі жесіне кеткен жоқ, бұл өте керемет. Одан кейін король мен голем кетті, одан үстіден шарлар, ганчая, одан жерден қабан, одан кейін арттарынан миньон тазалау үшін. Жалпы өте керемет тактика және опанай сындырып кетті. ТХ10 фулды керемет. Енді өткен КВ-ға келейік. Так, орекендерге против мұна жерде Кита деген жігіттің екіні сындырғанын көреміз. ТХ9 фулдың өте керемет снос өткені мұғыл өте енді қайталай бермейтін нәрсе. Землетрясениемен сындырды ортаға кіретін стенаны. Одан кейін големдерді ішке кіріп үлгерді. Крепсуан шыққан ганшаяны өлтіріп жатыр. Одан кейін қабандар кетті. Студен мына жақтан кетті. Одан жақтан да кетті. Жалпы керемет атака. Сөзім жоқ, вообще сөзім жоқты, опанайға алып кетіп жатыр да. Сосын мана көрсеткенде мен ТХ7-ні көрсеттім ғой. Сонда, ТХ7-де оны қалдырамыз ба дегенбіз. Бірақ 18 жұлдыз керек деп атака жасады, сосын 3 жұлдыз алып кетті. Қалдырамыз ба енді бір түрлі ұяттық қой деген сияқты. Енді Сапар деген жігіттің атакасын көреміз, ол глава кланның, Так, бұл жерде големдермен кірді. Жалпы кешірім сұраймын, өте болып жүрмін, сондықтан видеолар ашып жүрді соңғы кездер. Мына жерден қабандар кетті. Мына жақтан қабандар кетті үстіден, одан кейін мұнан қараңыз, өте қызық. Бұл жерде ганчая крепсуан шыққан қабандарды өлтіріп жүр, көрдіңіздер ма? Қабандар сонда да берілмей дефтерді сындырып жүр. Мына жерде көріп тұрғанда 7 қабан болды, 7 ма 10 ба. Мына сонда мындай бірақ қана қабанға сосын ганчаяда өледі. Бұл жерде гоблин жүр, адасып текемен текін.
Иә. Так, шустрый гоблин ғой, менікі де 5-ші уровень кетіп бара жатыр. Дарк хранилищені 6-ші уровеньге салдым, нормально пайда жалпы. Так, енді Чингабай деген трешковик дейді ғой, енді шылды алай беретін адам. Соның атакасын көрсетемін. Енді бұл гланды бүкілі почти трешковик та, енді трешкаларды опанай сындырып береді. Даже анти-трешка базаларды да опанай сындыру мүмкін. Енді бастысы тактика ғой, және қолы түзулік, сосын ми керек қой бас дейтін үшін. Бұл жерде 2 заклинание артық қалып қойды. Көрсетпеңіздер, мына жерде сурет салып кетті. Өте керемет жалпы. Не деген бұл орекендергенді көрсетіп тұр да, жалпы қазақтардың мықтылығын. 5 заклинание, 2 заклинание чисто мазақ қылып кетті. Керемет жалпы, жүзді опаны алып кетті. Енді мына жерде Нұрлан деген жігіттің атакасын көрсетіп кетейін сіздерге. Так, бұларда тұқы-тоғыз енді көшкен, мына жерде големдермен кірді. Одан кейін крепушканы өлтіріп алды. Мына жерде 2 ПВ-ны өлтіру мақсаты, оны өлтірді. Содан кейін үстінен шарлар ганчелап кетті. Жалпы өте керемет тактика. Одан кейін уже гарантированный неді трешка. Керемет. Енді добивание ғана қалды. Ганченің иттері өлтіріп жатыр. Балалары дейді. Өте керемет жалпы. Енді мен осы видеомды аяқтайын, өте керемет атакалармен. Және бүгін сіздермен болған Clasher.kz анасы және 13-ші регион кланы. Видеоны лайк басамыз. Менде, жалпы рубрика енді. Рубрика емес, енді жалпы типа рубрикада топ кландарға барып, сіздерге атакаларын көрсету ғой, КВ-ларын обзор түсіріп. Егер рубрика жалғасын десеңіздер, лайктарды қойыңыздар, аямай. Лайк көп болса, видеода тез шығады, репост жасаңыздар, достарыңызға айтыңыздар, каналға тіркеле отырыңыздар. Ал амандықта жүздескенше достар, сау, сәлемет болыңыздар.